Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim amma ba'd. Avvabi namaz mustahab namazlarning biri. Ол да mag'rib namozdan keyin o'qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ko'plagan hadislar bor. Avvabi namozning fazilatidan. Оның biri Man salla ba'da al-maghrib 6 rak'atin kutiba min al-awwabin. Kim mag'rib namozdan keyin 6 rakat nafil o'qisa, ол avvabindan bo'ladi deydi. Avvab degan kim? هو الذي إذا أذنب ذنبا بادرا إلى التوبة. Kim ол авваб дегенimiz ол күнә жасаса тез арада тәубеге әрекетін жасайтын мұсылманға авваб деп айтады дейді. Тағы Наби саллаллаху алейхи келетін хадис Ибн Аббас радиаллаху анху келтіреді: "Ман салла 4 ракат бa'да al-maghrib qabla an yukallima ahadan rufi'at fil 'iliyyin." Кім mag'rib namozdan keyin 4 rakat nafil оқса, сөйлеместен бұрын, яғни ешкіммен сөйлеместен бұрын 4 ракат нәфіл оқыса, Алла субхану ва тағала оның дәрежесін 50-ге көтеріп қояды дейді. Ва кана каман адрака лайлатул қадр фил масжидил ақса. Тағы ол сол намаздың фазилаты түн лайлатул қадр түнін ал-ақса мешітінде оқығандай фазилаты бар дейді, сауабы бар дейді. Ва хуа хайру лаху мин қиям нисфул лайла. Тағы оның сауабы түнде тұрып тахаджуд оқығандан да абзал дейді. Бұл хадисте имам Манауи Физул Қадирде, Мунзири Тарғиб ва Тархибте келтіреді. Тағы Ибн Умар радиаллаху анхудан келетін хадисте: "Қала Расулуллах ман салла 6 ракат бa'да al-maghrib qabla an yatakallam ghufira lahu biha dhunuba 50 sana." Кім mag'rib намаздан кейін 6 ракат намаз оқса, қалай сөйлеместен бұрын ешкіммен тұрып 6 ракат намаз оқса, Алла субхану ва тағала 50 жылдық күнәсін кешіреді дейді. Бұл хадисте имам Сиюти Жамус Сағирде келтіреді. Тағы Амар ибн Ясир радиаллаху анхудан келетін хадисте Наби саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Ман салла бa'да al-maghrib 6 ракатин гуфират зунубаху ва ин канат мислу зубадил бахр." дейді. Кім mag'rib намаздан кейін 6 ракат нафил оқса, Алла субхану ва тағала барлық күнәлерін кешіреді. Ол теңіздің бетіндегі көбіктер сияқты көп болса да оның күнәларын кешіреді дейді. Имам Табарани Аусатта тағы Сағирде келтіреді бұны. Яғни бұл фазилаттар кімге? Ол ауабин намазды оқыған. Тағы бір хадисте бұлай деп келтіреді: Имам Термизи келтіреді: кім mag'rib намаздан кейін 6 ракат нәфіл оқса, Алла субхану ва тағала оған 12 жылдың құлшылығының сауабын береді деп айтады. Субханаллах. Бұның барлығы кім? Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне, мустахаббына ерген адамға беріледі иншаллах. Бұл кішкентай еңбекпен, бір 5 минуттың еңбегімен Алла субхану ва тағала 50 жылдың күнәсін кешіреді. Теңіздің бетіндегідей көбіктей күнә болса кешіреді. Алла субхану ва тағала оның дәрежесін 50-ге көтеріп қояды. Қадір түнін ақса мешітте оқығандай сауап береді. Тахаджуд оқығандан абзал сауап береді. 12 жылдың құлшылықтың сауабын береді. Бұл хадистер барлығы сахих хадистер иншаллах. Алла субхану ва тағала бақыттылықты толық Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде амал жасауда қойған иншаллах. Баршамыз осы сүннеттерге амал жасау нәсіп болсын иншаллах. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.